Мен жаңа бір видео көріп қалдым, соған комментарий айтқым келіп жатыр. Айналайын, құрметті қыздар, құрметті келіншектер, егер сіздердің ұлдарыңыз, именно ұл бала тәрбиелейтін аналарға айтқым келеді. Егер сіздердің мысалы жалғыз басты болсаңыздар, ерте жесір қалып жатсаңыздар, ұл балаларыңыз болса, тағы да айтам, алдындағы видеоларда да айтып жүрмін, егер сіз ұл бала тәрбиелесеңіз, ұл балаңызды жауапкершілікті, ең бірінші қасиет жауапкершілікті қалыптастырыңыздаршы, өтініш. Өйткені қазіргі таңда ер азаматтардың қадір қасиеті өте төмен деңгейге түсіп кеткен. Ер азаматтарды қадірлеуіміз керек, қастерлеуіміз керек. Өйткені барлығымыз ер азаматтардың арқасында дүниеге келдік, пайда болдық. Сол ер азаматтың арқасында осындай дәрежеге жеттік. Әкеміздің арқасында, ағамыздың, ініміздің арқасында, жұбайымыздың арқасында. Мейлі сіздің жұбайыңыз екі жаққа кетіп жатсыздар, бірақ сіз сол жұбайыңыздың арқасында сіз біраз нәрсені үйрендіңіз, біраз нәрсеге қол жеткіздіңіз. Оның тек қана жаман тұстарын тере бермей, жақсы тұстарын да ойлап көріңізші. Мен соны айтқым келеді. Ер азаматтарды қанша сіздер екі жаққа кетіп жатсыздар ма, ер азаматты ешқашан намысын жерге таптап, оның жағасына кір жағып, оны қараламаңыздар. Ол да Қазақстанның азаматы, ол да бір Алланың пендесі, оның да басына қиыншылық түсті, сіздің де басыңызға қиыншылық түсті. Қандай бар, солай қабылдаңыздар, бірақ ұлдарыңызды, именно ұл бала тәрбиелейтін жауапкершілікке басым бөліңіздер, басымдық беріңіздер, жауапкершілікке тәрбиелеңіздер. Жауапкершілік болса, өзіне жауап бере алатын жігіт болса, өзіне жауап бере алатын ұл бала болса, онда ол тез шешім қабылдай алады. Яғни сіз ұлыңыз үшін сіз шешім қабылдамаңыз. Ұлыңыз үшін сіз жауапты болмаңыз. Тек қана сіз қызыңыз үшін жауапты болыңыз, қызыңыз үшін шешім қабылдаңыз. Соны айтқым келеді.